Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін демекші, мектебіміздің жас мамандары қандай қызмет атқаруда көрсетеміз. Мен Амангелді Сая Ержанқызы жас мамандар апталығындағы ашық сабағымды сәуір айының 27 күні сағат 15:00-де 2-ші А сыныбымен бақшада тақырыбында өтемін. Мен Әбіл сіздерді 28 сәуір күні болатын 5-ші А сыныбымен математика пәнінен шеңбер және дөңгелек атты ашық сабағыма шақырамын. Мен Еркінбек Ожан Кәрімбергенқызы. Егер сіздерді Қазақстандағы туризм жайы қызықтыратын болса, 28 сәуір күні сағат 10:20-да 8-ші А сыныбымен болатын ашық сабағыма шақырамын. Мен Убайда Жанболат Маратұлы сәуірдің 29 жұлдызында сағат 14:15-те 7-ші А сыныбымен болатын үшбұрыштарға іште және сырттай сызылған шеңберлер атты ашық сабағыма шақырамын. Мен Амандық Айдана 29 сәуір күні сағат 8:45-те басталатын 8-ші А сыныбындағы Work and Jobs тақырыбындағы ашық сабағыма шақырамын. Welcome! Мен Хамады Жадыра 30 сәуір күні логопедия пәні бойынша Р дыбысын сөзде және сөз тіркесінде машықтандыру бойынша сағат 10:10-да болатын ашық сабағыма шақырамын. Мен Ерсін Арайлы Мерболатқызы 30 сәуір күні 7-ші А сыныбымен сағат 14:15-те Қазақстанның пайдалы қазбалары атты ашық сабағыма шақырамын. Мен Метербай Шуа Қажанқызы 4 мамыр күні 3-ші А сыныбымен сағат 10:20-да өтетін электр тізбегі дегеніміз не атты ашық сабағыма шақырамын. Мен Құдайбек Елшінді 4 мамыр сағат 12:30-да өтетін 10 сыныптар арасындағы Ұран елдің ұрпағы қайсар атты сабағыма сіздерді шақырамын. Мен Әбдуәлі Алтынай Әбдіқалықызы қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Егер сіз қиял әлеміне саяхат шеккіңіз келсе, 5-ші мамыр күні 7-ші А сыныбымен өтетін қиял әлеміне саяхат атты ашық сабағыма қатысыңыздар. Мен Тоқтағұл Талшын Қайратқызы 5-ші мамыр күні 2-ші А сыныбымен әдебиеттік оқу сабағына Гиннес кітабына енген қазақ атты ашық сабағында күтемін. Здравствуйте! Я приглашаю вас, да именно вас, на мой открытый урок совместно с 6 Б классом по теме «Добрые помощники», который будет проходить 6 мая ровно в 15:00. Мен Ахмет Угайдмухаммед 6 мамыр күні 7-ші А сыныбымен алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану атты ашық сабағыма шақырамын.